Сәлем қыздар, біздер бүгін творог қосылған алмалы өте жеңіл пирог дайындаймыз. Видеоны толықтай көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Жылы сары майымызды саламыз, бөлме температурасындағы. Творог саламыз, яғни сүзбемізді, ұнымызды, қопсытқышымызды салып, және кішкене ванилин салып жібереміз. Бірақ маңызды емес. Тағы да барлығын бір массасы болғанша миксерлейміз. Осындай қою масса болу керек. Одан кейін алмамызды алып, керегмесін тазалап, төрт бұрышты етіп, тураймыз да массамыздың ішіне қосып араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, оны 26 диаметрлі формаға құйып, үстіне мен сияқты корица сепсеңіздер де болады, дәмі шығу үшін сеппесеңіздер де болады. 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мен үстіне шоколад ертіп құйдым. Сіздер шоколад құйып, неше түрлі жеміс-жидектерді қойсаңыз болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте жеңіл және тез пісетін пирог. Міндетті түрде жасаңыздар және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.